Баршаңызға қайырлы күн. Видеода қанық жасыл және ашық ақ жапырақты сирек кездесетін бөлме өсімдіктерінің ішіндегі бағасы қымбат ерекше бөлме өсімдігі варигатты монстера альба гүлі жайлы болады. Жасыл ала жапырақты экзотикалық бөлме өсімдігіне күтім жасау оңай емес, өте жай өседі және жарықтың көп түсуін талап етеді. Бөлме жағдайында сіз оған жеткілікті күтім жасай алмайсыз. Дұрыс фотосинтез жүруі үшін көп мөлшерде жарықтың түсуіне мұқтаж. Жалтыраған, жүрек пішіндес формадағы жапырақтары ұзындығы 25-90 сантиметрге дейін, ені 50-75 сантиметрге дейін, бойы 2-3 метрге дейін өседі. Егер жарық жеткілікті деңгейде жетіспесе, ауа райында тұрақтылық болмаса, онда сіздің ала жапырақты монстера альба гүліңіз өзінің ала жапырағынан айырылып қалуы әбден мүмкін. Монстера альба күтімді өте қатты талап етеді. Күтімін айта отырып, сіздерге алдарыңызда монстера альбаның кішкентай отросток немесе черенокты ұсынамын. Осындай кішкентай бір бөлік менде қалып қойып еді. Ауа тамыры да шіріп кеткен, тек қана осындай таяқша болды. Сол таяқшаны мен тастамай мохсфагнумға ылғал ортада крышкасын жауып, ыдысқа салып қойып едім. Алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай тамыр шығарған және жаңа ала жапырақты өте әппақ әдемі жапырақ шығарыпты. Екінші нұсқа ол жапырағы бар кішкентай бөлікті қиып, осындай топыраққа ыдысқа салып қойған болады. Бірақ ұзақ уақыт тұрып қалды. Бұл гүлде минусы ауа тамыры болған жоқ, тек қана кішкентай алдыңғы отросткіміз сияқты кішкентай ғана бөлік болды. Гүлдің қозғалмай тұрғанын көріп, тамыр жүйесін ашып көрмек болдым. Тамыр жүйесін ашып қарасам, тым жақсы тамыры шығып қалған екен, қозғалыс бар. Жақынырақ қарап едім, кішкене почка оянып келе жатыр екен, өркен оянып келе жатыр. Ол өте қуанышты жағдай. Енді мен бұл ыдысқа емес, түссіз прозрачный стаканға отырғызатын боламын. Ол гүлдің тамыр жүйесінің қаншалықты дамып отырғанын күнделікті көріп тұратын боламын. Сондықтан түссіз стаканға басқа топыраққа немесе өзінің топырағына ешқандай айырмашылық жоқ, өйткені топырағы құнарлы, осы топыраққа отырғызып қоятын боламын. Жаңағы мохсфагнумда өскен кішкентай отросткімізді осы кішкентай прозрачный ыдысқа отырғызатын боламын. Алдағы уақытта бақылап өсіретін боламыз, себебі кішкентай отростыкты құтқарып қалу ол үлкен жетістік. Әрине оның ауа тамыры болмаса, оны гүл өсірушілер түсінеді. Тірі қалуы 15-20% еді. Міне аман қалды. Сондықтан бұл гүлді де алдарыңызда көріп тұрған гүл секілді әдемі үлкен қылып өсіруге тырысатын боламыз. Әрине монстера гүлі жай өсетін болғандықтан біршама уақыт қажет болады. Мендегі үшінші нұсқа, бұл да бір жапырақтан өсті. Шымкенттен, Айжамалдан алған болатынмын. Келген кезде ең бірінші төменгі жағындағы ала жапырақ болды. Бұл гүлді өсіруге шамамен 10 ай уақыт кетті. Міне бір жапырақтан 10 айдың ішінде үлкен гүл өсті. Енді бұл гүлді мен өсіріп көбейткім келіп тұр. Сондықтан 3 жапырақтан құралған жоғарғы жағын кесіп алдым. Оны бөлек отырғызамын. Ауа тамыры бар міндетті түрде. Осы ауа тамыры арқылы тамыр шығып, әрі қарай бұл гүліміз өсетін болады. Және ал астындағы екінші, үшінші жапырақтарды да дәл осылай пышақпен кесіп алып, әр қайсысын бір бөлек етіп, суға болсын, топыраққа болсын тамырлататын боламын. Монстера альба гүлін көбейткіңіз келсе, осындай бір жапырақ және ауа тамыры болғаны жөн. Ауа тамыры болмаса, әрі қарай өспей қалуы әбден мүмкін. Сондықтан бір жапырақты кесіп алған кезде міндетті түрде екінші бұрышында ауа тамыры болуы керек. Сол ауа тамыры арқылы тамырлап әрі қарай көбейетін болады да, ал жапырақтың түбінен жаңа почка оянатын болады. Мына соңғы жағындағы екінші, үшінші жапырақ
жапырақтар ауа тамырлары топыраққа қарай еніп кеткен екен, сондықтан олар тамырлап кеткен. Қазір мына ыдыстан босатып, екінші, үшінші жапырақтарды да босатып алып, әрқайсысын бөлек-бөлек ыдысқа отырғызатын боламын. Және түбіндегі кішкентай, орысша айтқанда пенечек дейді, сол қалған жерді оны да ыдысқа қайта отырғызамын. Себебі одан да жаңа жапырақ оянып, жаңа гүл өседі. Сондықтан Монстера альба өте қымбат түр болғандықтан мүмкіндікті жібермейміз, барлығын тамырлатуға тырысамыз. Міне сол секілді қалған бөліп алған отростықтарды әрқайсысын топыраққа кезек-кезегімен отырғызып шықтым. Верхушка ең жоғарғы жағы қандай әдемі, қараңыздар ше, соны да отырғызатын боламын. Алдағы уақытта өзімде қалдырамын ба, сатылымға шығарамын ба, оны уақыт өте шешетін боламын. Әрқашан айтып жүремін, гүл өсірудегі 3 негізгі талап: ол бірінші ыдыс, горшоктың дұрыс болуы, тамыр жүйесіне сәйкес болуы; екінші топырақтың дұрыс болуы, ауа су өткізгіш өте жеңіл болуы; және суару. Міне суару мәселесінде көп адамдар көп су құйып гүлді өлтіріп алып жатады. Менің берген ақпаратым сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийда қалдырыңыздар, пікірлеріңізді білдіріңіздер. Сіздерге осы видео пайдалы болды деген ойдамын. Монстера альба гүлінің қымбат екеніне, бағалы екеніне қарамастан осы гүлді алып өсіріңіздер. Өте әдемі. Егер үйреніп кетсеңіз, әрі қарай сіздің үйіңізде құлпырып өсе беретін болады. Ең маңыздысы, үйдегі терезе алдында болсын, үйдегі жарықтың мол түсуі. Менің инстаграмдағы каналыма жазылыңыздар және ютубтағы осы каналыма жазылыңыздар. Күнделікті пайдалы ақпарат, пайдалы видеолар болады. Сау болыңыздар.